Қыздар, бүгін бізде бірінші сабақ, яғни Facebook аккаунт. Facebook аккаунттан қалай реклама жібереміз? Ең бірінші сабақ. Бүгін страница ашу. Фейсбуктарыңызға кіресіздер өздеріңіздің. Мінекей қараңыздар. Және жоғарғы жағында 3 сызық бар ғой, осы 3 сызықтың ішіне кіреміз. Сол кезде жоғарғы жағында өзіміздің аты жөніміз жазылып тұр, иә. Осының ішіне кіреміз. Мінекей қараңыздар, қыздар, ең бірінші ескеретін жайт, аты жөндеріңіз толық, удостоверениелеріңізде қандай, сондай болып жазылуы. Екінші, аваға фото қоясыздар, обложкаға фото қоясыздар. Және мына жерде астыңғы жақта редактировать профилді бассаңыздар, менде ішінде барлығы толып тұр. Қараңыздар, қайда оқитыным, қай қалада тұрам, бұның барлығын толтырасыздар, қыздар. Биографиямды толтырасыздар. Осының барлығын толтырасыздар. Енді бұл жерден шығамыз. Және қараңыздар, мына жерде страница деген бар, иә, яғни мынау тұрған жалауға кіреміз. Бұл жерден біз таргет жіберуге страница ашып, сол страницаны дайындайтын боламыз. Создатты басамыз. Начатты басыңыздар. Ашылды. Енді мына жерге қараңыздар, название страницы. Қандай кәсіппен айналысасыздар, өздеріңізге болса, өздеріңізді қандай кәсіппен айналысасыздар, соны жазасыздар бұл жерге. Мысалы, мен мына жерге жалпы өзіме арналған страница болсын, иә. Таргетолог деп жазайын. Таргетолог, одежда, косметика деген сияқты түрлі страницаның атауын жазасыздар, қыздар. Және осы екінші бетте қараңыздар, какая категория лучше дейді. Сіздің, яғни бизнесіңізге қандай подходит келетін 3 категорияны таңдайсыздар. Мен мына жерде мысалы реклама жазам, иә? Наружная реклама. Мына жерде маркетинг деп таңдаймын, себебі білесіздер, иә, таргеттің не екенін, таргет жалпы реклама жіберетін болғасын, мен осы өзімнің салама байланысты 3 категорияны таңдаймын. Сіздер өздеріңіздің бизнестеріңізге байланысты подходит келетін, яғни сіздердің бизнестеріңізге ұқсайтын осындай категорияларды таңдайсыздар. Поиске жазсаңыздар шығады. Осы жерде товар или услуги дегенді басамыз, бірінші тұрған. Продвижение товаров или услуги дегенді басамыз. Келесі, қыздар, мына жерде мыналардың барлығын дұрыс толтыру маңызды. Ең бірінші биография жазамыз. Биографияға, яғни сіздердің кәсіптеріңізге байланысты жазсаңыздар болады. Қандай, не тұтынасыздар, не сатасыздар, болмаса бір нәрсе пісіретін болсаңыздар, соны жазып қоясыздар. Жалпы страницаңыз неге арналған, соны осы жерге жазамыз. Мысалы, мен таргет шығарамын, таргет үйретемін деп жазамын, иә, бұл жерге. Келесі, мына жерге электронный адрестеріңізді, номерлеріңізді жазасыздар. Мен енді бұл жерлерді толтырмай өте берейін, бірақ сіздер міндетті түрде бұл жердің барлығын толтырыңыздар. Мына жерге адрес, город, барлығын жазасыздар. Далее батырмасын басамыз. Сіздер міндетті түрде толтырыңыздар. Одан кейін мына жерге обложкаға фото қоямыз. Аваға да, обложкаға да фото қоямыз. Қазір мен бір фото қоя салайын. Осы жерден. Мысалы, мына фотоны қоя салайын. Ой, келмейді екен. Қыздар, осындай келмей қалатындар болады. Яғни размері дұрыс келмей қалатын фотолар болады. Сол үшін размері келетін фотоны қоямыз. Менде что-то мына фотолар келмей жатыр. Менде ошибка деп тұр, менде интернет дұрыс болмай тұр ма, әлде фото келмей тұр ма? Қысағы бір көрейін. Фото келмей қалатын кездерде болады, қыздар. Жақсы, менде келмей тұр екен. Жақсы, мен далее деп өтіп кете берейін, оны сосын да қоюға болады. Мына жерден де далее дегенді басып өте береміз. Готово дегенді басамыз, осы жерде уже біздің страницамыз құрылды. Мінекей қараңыздар. Осылай бір обновить етіп аласыздар. Мына жердегі 3 сызықты басамыз да, өзіміздің страницамызға кіреміз. Мынада өтіп кетіңіздер. Жоғары жағын басып. Енді мынау таргетолог деп ашылды, иә, менің страницам. Осының ішіне кіремін. Осының ішіне кіремін де, ары қарай толтыратын боламын, қыздар. Мына жерге енді қайтадан фото қоямын.
выбрать фото. Осылай шығып барып қойсаңыздар болады. Осылайынан шығарады бізде. Фотоны таңдайын. Сохранить басасыздар. Обложкаға да фото қоямыз. Загрузка фото. Мына жерден қарап. Қыздар, фотолар мысалы қойылмай жатса, осындай ошибка деп қойылмай жатса, оның размері дұрыс келмей қалуы мүмкін. Сол себепті қайта қойылмайды демей, қайта кіріп қойып көріңіздер. Сол кезде қойылатын болады. Неке менде қойылды. Ары қарай осы страницамыз құрылды. Егер сіздерде мысалы создайте публикация, создайте WhatsApp деп тұратын болса, мысалы менде шығып тұрған жоқ. Егер сіздерде страницаның ішінде мысалы мынандай шагтан өтіңіз деп тұратын болса, сіздер сол шагтардың барлығынан өтесіздер. Менде барлығы жақсы. Менде құрылды. Мінекей көрдіңіздер ме? Страницам құрылды.